Ойдолла, ассалаумалейкум. Алейкумассалам. Ал құрметті қазақстандық бауырларым, мені 11 күні, 11 қаңтар күні келіп алып кетті. Содан Говодыға көтерді бірінші. 3-ші этажына ма, 3-ші қабатына ма. Соған неткенде кілең көргенсіз мұна менттар. Енді мен полиция деп айта алмаймын, кілең менттар деп айтам. Содан не әлгі арыңа тию, үлкен кісі, үлкен адам, атамыз ғой деп ешкім сыйлап атқан жоқ ан жерде. Содан 3-ші қабатта, 4-ші қабатта ма түсіріп әлгі Динамо спорт залын алып барды. Алла сақтасын, ананы көргенде, енді мен бұрын талайды көріп жүрген адаммын ғой, енді ондай шошылдым деп айтпаймын, бірақ енді шала өртіп тастағандары бар ішінде кәдімгі тепкілеп. Ан жақында бірақ әлгі не бар екен? Азаптайтын бөлмелері бар екен. Ол жақта тұр нән біреулер автоматымен. Содан сол оның ішінде денен біреу келді, одан мен сутенермін деп. Мен айтам, оған сутенер болсаң нағыл дейсің, маған нағыл деп келіп тұрсың деп. Содан не? Сол әлгі тек арға тию, сондай не? Ешкім нетіп атқан жоқ, прокурор жоқ. Ана азаптау атқанның ішінде. Алдыңғы 10 күні мен облыс акиматқа барып айттым, осы азаптауды болып атыр деп. Одан шығып қалалық прокуратураға бардым. Оған кіргізілген жоқ. Кезекші прокурорына айтып кеттім. Анда азаптау болып атыр. Сіздер неғып отырсыздар мен жерде деп. Заңның үстіне қарайтын прокурор сіздер емес деп. Ол айтады, дәлелің бар ма? Дәлелім бар дедім мен. Содан сол сатып жіберген болар, 11 күні мені алып кетті келіп. Неден? Содан бір баланы бақыртып атыр, шыңғырып атыр ананың, не істеген, жан дауыс шығып. Сосын айқайладым ғой мен. Фашистлер не істеп атсыңдар деп. Сосын ана баланы қойы берді әкеліп, ол бұтына сиіп қойған болып, езіп таған, езіп. Содан жүгіріп барып сұрадым, қай жерден баласын, жұмыскер екінікімін деді, азар сөйлеп тұр өзі, кәдімгі азар. Ауыздан нетпейді, сөйлей алмайды. Сосын әдірсіңді айт, тез деген жаңа менттар келіп қалды, сөйлеспей давай бірдеме деп ананы қорқытып. Мен енді қорқып тұрған жоғым оларды. Содан мен енді тағы да бір топ адам әкелгесін, мен енді лишний артық көз болдым да, ол жерге қайтадан неге шығар жіберді, ана сотқа барасын деп. Говодының ішіне 3-ші қабатта, 4-ші қабатта. Содан барып, бұнда да солай бір баланың қабырғасын сындырып тастаған, ойбайлап жатыр кәдімгі жас баланың. Сол не болды мына балаға десем, қабырғасы сынып қалған аға дейді біреулер айтады. Содан не? Сотым беріп, соты болып, маған ескерту берді енді. Мен айттым, мен ақшам жоқ, сендерге төлейтін. Прокурор 30 не сұрады әлгі онлайн соттан. Мен айттым, көк тиын ақшам жоқ, одан да отырғызды да менің билі. Отырып шығайын деп. Содан не? Ескерту беріп жіберді сот. Мен көргенім ана айуандықтың енді масқара енді. Кешеме бір науғынмен шықты ғой, мына екі мент. Біреуінің аты Көшқалиев Болат, біреу Биғанбаев Ерлан. Сол екеуі дейді бастап жүрген соның ішінде. Соларды мына халық енді білсін деп, мына ішкі істер министрі ме, бас прокуратура ма, облыстық прокуратура ма, қалалық прокуратура ма, ана екеуін қамасында тергеуге алсын тездетіп оны. Көшқалиев пен Биғанбаевты мен сұрайтыным. Сол ана не? Үмбетқалиев деген өткенде ешқандай не жоқ деді, әлгі ДВД-ның бастығы. Ол өмірде нетпейді. Мойындамайды ғой енді неткен. Қазір шығып атыр шындықтар неше түрі. Бәрі енді қалуға қақыс жоқ кім болса да оның. Бұл жерде шаталатын адам жетеді. Қырғын. Ана іштегі айуан менттар бар келен, толып жүрген спорт залдағы, спорт кешеніндегі. Солай айналайын мен енді. Тағы шығарымыз енді. Әзірше қысқаша осы. Рахмет. Зейін қойып тыңдағандар. Рахмет қойдылақа. Аман болыңыз.